саламатсыздар ма, құрметті жезқазғандықтар? Мен Нысанбаева Гүлнар Бәкенқызы, зейнеткермін. Осы Жезқазған қаласындағы Әуезов атындағы кітапхананың тұрақты оқырманымын. Мен осы отбасы күніне өзімді таныстырып кетейін. Сол 42 жыл бойы мәдениет саласында еңбек етіп, зейнетке шықтым. 3 бала тәрбиелеп өсірдім. Үшеуі де жоғары білім алып, қазір жеке отбасы болды, бала шағалары бар. Қазір бүгінде мен бақытты әжемін. Сол бала шаға 7-8 немеремді тәрбиелеп, соның қасында Қасқабалда бала шағамды ойнатып, әлде де кітап оқып, соларға қызықты әңгімелерімді айтып, мектептегі қоғамдық жұмыстарға да кейде араласып қоямын. Енді мына бүгін отбасы мерекесімен алдағы сіздерді құттықтаймын. Отбасы отан отбасынан басталады дейді ғой. Отбасындағы береке, бірлік, татулықтың барлығы осы отбасының қызықшылығына келіп саяды. Бала бар жерде, балалы үй базар дегендей, бала шағамыздың ортасында қызықтап, татулықпенен барлық ең жақын нәрсе осы отанымызды, егер отбасын қандай жақсы көрсек, біз осы келешек балалар отанын да жақсы сүйіп, соған отанның патриоты болады деп ойлаймын. Сол себепті баланы жастайынан отбасынан бастап тәрбиелеп, әрқайсысы өзінің қалаған мамандығын алып, Қазақстанымыздың бір жақсы азаматтар болып шығуына әрқайсымызда отбасынан үлес қосуымыз керек деп есептеймін. Келе жатқан отбасы мерекелеріңіз құтты болсын, әр үйдің шаңырағында береке, бірлік болсын, татулық болсын. Отбасы мереке әрқашан жалғаса берсін, бейбітшілік болсын.